сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз арпаның пайдасы. Арпаны жем және азықтық тағам үшін өсіреді. Адамның денсаулығына жақсартуға арпаның пайдасы өте көп. Дәрі жасау үшін арпаның дәні қолданылады. Оның құрамында белоктар, майлар, көміртектер, ферменттер болады. Оны әлемнің басқа халықтары сияқты біздің бабаларымыз да егіп өсіріп, күнделікті тағамына мал азығындық жемге, кейбір ауруларды емдеу үшін емге ұтымды қолдана білді. Кейбір емшілер асқазан ішек жолдарының жұмыс ырғағы бұзылып, іш сұйық болып өткенде, денеге іріңді қотыр бөрткендер пайда болғанда арпаның қайнатындысын ішу арқылы сауықтырып отырған. Қазақ емшілігінде көбінде бүйрекке тас байланғанда, қуық жолдары қабынғанда арпаның қайнатындысын ішіп ауруын жеңілдеткен. Көтеудің түйіндерін жазу үшін арнайы компресс жасаған. Ғылыми медицина арпадан гордисен деп аталатын дәрі жасап, түрлі микробтарды өлтіруге, терінің жұқпалы сырқаттарын емдеуге пайдаланады. Ас сіңіру қабілеті төмендеп, арықтаған адамдарға арпаны жақсылап жуып тастап, ұзақ қайнатып, суын ішкізуінің де өнімі өте жақсы. Арпаны тәрелкеде дымқылдандырып, көктетіп, сол көгі ұнтағының 2 ас қасықты 1 литр қайнап тұрған суға салып 4 сағат тұндырады. Осыны әр жолы жарты стақаннан күніне 6 рет ішеді. Осындай тұнбаны суға қосып шомылуға да болады. Біріншіден, арпа дәні 10%, нәруыздан 65% көмірсулардан тұрады. Сондықтан таңертең арпа ботқасын жесе, адам күні бойы сергек болып жүреді. Малдың нәруызына қарағанда өсімдік нәруызы адам ағзасына толық сіңімді болып келеді. Құрамында 5-6% өзектер ас қорытуды жақсартады. Құрамында кальций, калий, мырыш, марганец және темір минералдары А, Д, И, pp, В тобының дәрумендері бар. Арпа ағзаны токсиндер мен шлактан тазартады. Арпаның тұндырылған суы қышыма, қотыр грибок жарасынан айықтырады. Арпа үй жануарлары мен құстары үшін бағалы концентратталған жем. Дақыл сабаны мен топанының әсіресе бұқтырып қолданылатын азықтық құндылығы жоғары. Ерте орылып жиналатын күздік арпа бірқатар дақылдарды құнды алғы дақыл. Ылғал жеткілікті аудандарда күздік арпадан кейінгі танаптарда аңыздық дақылдар тары, қарақұмық, судан шөбі және басада дақылдар егіп пайдаланған дұрыс. Арпадан арпа ұнын, арпа жармасын, арпа квасын жасайды. Арпа ұнынан кондитерлік тағамдар өндіріледі. Арпа өркенінің ем болатын аурулары және қолданылуы. Біріншісі, тамақ сіңбегенде, іш кебуге, ас қорытудың бұзылуына, қуырылған арпа өркеніне 15 грамм, қуырылған тәбетті қорытқа 10 грамм, қуырылған доғладан 10 грамм суға қайнатып ішеді. Екіншісі, сүт қайтаруға, шикі арпа өркенінен 100 граммды суға қайнатып ішеді. Қолдану мөлшері 10-12 грамм. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған құнды деректер.